Алматы облысы Қарасай ауданы Жармұхамбет ауылы. Жармұхамбет орта мектебінің 9 А сынып оқушысы Жұмаділ Анеля. Жамбыл Жабаев. Бесік жыры. Ұйықтасын деп бөбегін, домбыраның қос шегін. Жамбыл бабаң қағады, қаққан сайын өлеңі бұлақтайын ағады. Қағады жамбыл қос шегін, өсуің үшін өсу. Ұйықтасын деп бөбегін, тербесін деп бесігін. Көктеде жұлдыз ұйықтады, жайлауда жусап малдағы. Мамық жүнді жазылақан, ұйықтап қырда ботақан. Алтын жалды құлыншақ, жұмып көзін бұзауқан. Сыйда сыра қошақан, төлдің бәрі ұйықтады. Ұйықта сенде балақан. Шегіртке ұйықтап шөбінде, бақа жусап келінде. Қалғып құрақ өзенде, балық тағы ұйықтады. Аму дария түбінде. Ұйықта сәулем бөбегім. Болды сенің дегенің, баулап саған нұсқаған. Мейірімді атаң Сталин терезеден қараған. Көрінеді кезіне қараса оған бар әлем. Сені де сәулем көріп тұр, сүйіп мейірім төгіп тұр. Мәпелеп баулып бар елдің тәрбиесін беріп тұр. Отаныңның сүйікті бөбегінің бірісің. Бәрінен де сен сұлу, бәрінен де ер сұлу. Біздің жердің құлпырған жас өспірім ерісің. Бәрінен жақсы өссін деп бөбегім сені қолдаған. Кремльден жанатаң Сталин сені ойлаған. Балалық жастық шағыңды өсірді елің дарынды.